Қазіргі Панфилов көшесі, ол кезде Красноармейск деп аталады. Соның бойымен тігірлеп, Гаухар мен Жақан үшеуміз театрға келе жатырмыз. Гаухар ортамызда. Театрдың сәулетті биік үйі асқақтап, анадайдан көрінді. Көшенің дәл орта деңгейіне салыныпты. Осыдан тік жоғары зымыраған машиналар, егер ешқайда бұрылмаса, тұп-тура барып, әсем үйдің маңда есігіне бірақ соғылғандай. Театр үйінің үшкіл төбесі, көк аспан айнасына көшенің екшақ қапталына, қолдың саласындай болып, тізіліп өскен заңғар бәйтеректер ұшының дәлме-дәл қақ ортасынан келіп, өзінше олда жарасып тұр. Мақтаулы театрдың қасына кеп қалдық. Ауданның жабайы қараша үйлерінен өзге, мен бұған дейін бұл тәрізді ештеңе көрген емеспін. Шынында да таңырқап, сүйсіне ғажаптанып қараймын. Қасымдағы өзім емденіп, қырындап келе жатқан Гаухардан қысылмасам, ой сұмдық-ай, қалай жасаған ей деп, үлкен үйді айнала жүгіріп қараудан да тайынатын түрім жоқ. Ішке кірдік. Шіркін, не деген сәулет. Енді тіпті қасымыздағы Гаухарды ұмыта бастадық. Таңдай қағып, таңырқап, алақ-жұлақ қараймыз. Орнымыз партерде, алға таман. Гаухарды ортаға ала келіп отырдық. Бір кезде шам сөніп, спектакль басталды. Шын мәніндегі операның не екенін мен білмеймін. Шымылдық ашылар-ашылмастан музыка ойнай бастады. Ауылға қаладан оқта-текте артистер келіп, пьесалар қоятын. Менің түсінігімде театр атаулының бар ойыны сол тәрізді болмақ. Чё-чё-сан операсы Баттерфляйдың ариясымен басталады ғой. Мен бұны алғашында жай өлең айту шығар. Бұдан соң өлең тоқтап, ойын кәдімгі өзіме мәлім қарапайым сөз түріне көшетін болар деп ойладым. Сөйтсем, жоқ, ән тоқтамайды. Артистер не айтса да өлеңдетіп айтады. Музыканы да біраз ойнап барып басылар деп ойлап ем. Ол да басылмайды. Қабаттасып шиқ-шиқ етіп артистердің не айтып жатқанын естіртпейді. Бұл қойыртпақ. Біраздан соң менің жыныма тие бастады. Шұқырдың ішіндегі оркестрді нұсқап, мыналар неге қоймайды? Түк естіртпейтін болдау дедім. Гаухар маған ежірейе қарады. Бұл опера емес пе? Музыкасын тыңдау керек қой деді ол. Ши шығарып алғанымды сездім де, жым бола қалдым. Не айтып не қойып жатқанын кісі түсінбейді. Ойын сияғы жоқ бірдеңе ғой. Одан да бағана шараның ойына билет алмаған екенбіз деп, ана жақтан Жақан күңгілдеп қояды. Біраздан соң Жақан екеуміз мүлдем зерігіп, операны тыңдауды да, сахнаға қарауды да қойып алдық. Одан көрі, төбедегі әсем люстраға, лампалардың әртүрлі құбылған сәулелеріне, өрнектердегі әдемі ою, өрнектерге қарап, қызықтап, уақытты сонымен өткізе бастадық. Кенет ту етіп қол шапалақталды. Мауыты шамылдықтар үнсіз сырғып жабылып барады. Жарқырап шам жанды. Жұрт орындарынан түрегеп, тарағалы барады. Ойын біткен екен. Қалай тез бітті? Жақсы болды ғой деп, мәз болып қуанысып қалып едік. Жоқ, спектакль біткен жоқ. Тағы 2 актісі бар деді Гаухар. Жұрт тарап барады ғой? Антракт. Бұл біздің естімеген сөзіміз. О не? 10 минуттық үзіліс деп түсіндірді Гаухар. Солай ма деп. Қала қызының алдында бір қараңғылығымыздың соңынан, бір қараңғылығымыз көріне бергенге ұялыңқырап, Жақан екеуміз сыртқа қарай жөнеле бердік. Бұл мәдениетсіздікті қойсайшы, Гаухарға жүр деп айтуды да ескермедік. Ол сол отырған күйінде қалды. Фойені аралап жүрміз. Қасымыздағы қысылып қымсылатын Гаухардан құтылған соң, жадыра беркіндеудеміз. Төбедегі әшекейлерге шалқара қараймыз деп, кейбіреулерге соғылып та қаламыз. Ондай әбестігіміз үшін кешірім сұрауды бізге кім беріпті? Соғылған адамымыздың бетіне бажырая бір қараймыз да, жүре береміз. Бір сыпыра жұрт шұбап, жалпақ басқышпен жоғар шығып барады. Бір сыпырасы төмен түсіп келеді. Үстінде де бірдеңе бар сияқты. Шығып көрмекші болдық. Онда да төмендегідей кең фойе бар екен. Әдемі жұмсақ орындықтар қойылған. Амфитеатрға кіретін есіктерден үңіліп қарап қоямыз. Байқасақ, біреулер енді бұдан да жоғарға шығып кетіп барады. Сол ең үстінде не бар екен деп, балкондарға кіретін 3-ші этажға көтерілдік. Тап осы кезде, кенеттен қап-қараңғы болып, шам сөнді де қалды. Әлгінде шыр-шыр етіп қоңырау соғылғанын естігенбіз. Оның неге соғылып жатқанын қайдан білейік? Сөйтсек, ойын басталады деген хабар екен ғой. Келген ізімізбен жүгіріп,
қайтадан ең төменге түстік. Сөйтсек партердің арғы бергі есігі бірдей жабылғанда қалған. Не істеуді, ішке қалай кірерімізді білмей, арлы берлі тасырлатып жүгіріп жүргенімізде, кенет тап алдымыздан үсті басы сап сарала, мұртты, генерал ма біреу шыға келмесі бар ма? Әлгіні көріп жым болып тұра қалдық. Бұл не қылған тәртіпсіздік? Неғып жүгіріп жүрсіңдер? Бұл генерал мына ғажап үйдің үстінен қарайды екен ғой деген оймен иленіп, сасып салбырап жайымызды айта бастадық. Сендер енді партерге кіре алмайсыңдар, барып анау үстінен балконнан қараңдар, деді генерал. Генералдың жазаламай оп-оңай босатқанына қуанып, қайтадан жоғарыға жөнелдік. Балкон дегеннің қайсы екенін де ұға алмаймыз. Әйтеуір осы жақта болар деп түрпектеп жүрміз. Амфитеатрдың барлық есігі жабық, одан да жоғары шықтық. Бұл балконға баратын этаж. Құдай оңдап, мұндағы есік ашық тұр екен. Кірдік. Жұрт орындарына жайғасып, ойын басталып кетіпті. Сахна сонау төменде, аяғымыздың астынан көрінеді. Артистердің төбесінен қарау бір түрлі қызықта секілді. Осылай тұрып, залдан Гаухарды іздеп тауып алдық. Әне, ол екі бос орынның ортасында шошайып жалғыз отыр. Әлсін-әлсін есік жаққа жалтақтап қарайды. Сірә, бізді іздейтін болуы керек. Балконнан төмен түсіп баруға жол жоқ. Қап, қайран Гаухар, жалғыз отырып қалдың-ау. Не ойлап, бізді қайда жоғалып кетті деп отыр екенсің? Біз жоғалған жоқпыз. Міне, жоғарыдан, сенің дәл желкеңнен қарап тұрмыз. Иә, жағдай осылай болды, Гаухаржан. Шыдай тұр. Шыда кішкене. Үмітіңді үзбе. Қазір тағы бір үзіліс болысымен арсалаңдап қасыңа жетіп барамыз. Ойын бітті. Тарап сыртқа шығайық деп келеміз. Манағы генералым екі қолын артына ұстап, шіреніп, есіктің табалдында тұр. Гаухардан, мына генерал осы театрдың бастығыма деп сұрадым. Қайсы? Мынау, генерал ма, кім өзі? Гаухар күліп жіберді. Генерал емей Швейцар ғой? Гаухар үйіне жақындайық деп қалдық. Қазір енді онымен қоштасамыз. Тағы да кездесейік деген сөзді қалай бастап айтуды білмей, қиналып келе жатырмын. Жақанның шаруасы және бар. Егер осыдан ештеңе де алмай кетер болсам, былай таман шыққан соң, Жақан мені сөз жоқ, жүндей түтеді. Өй өлік, бір ауыз сөз айтуға жарамаған малғын дейді. Екі оттың аралығында шыжғырылып келе жатырмын. Біз ертең және бір күн боспыз, ал бірсі күні оқуымыз басталады. Гаухар, ертең не істейсің дедім, бар батылдығымды жиып теріп. Қайтеді? Анау үлкен паркке барсақ. Үлкен паркте отырғаным қазіргі Максим Горький атындағы парк. Оның жай жағдайын маған бағана жақын айтқан. Іші жыныс орман. Арасына кіріп кетсең болғаны, не істеп не қойып жатқаныңды адам білмейді. Қыздарды бұдан былай кино, театрға сүйреп, ақшаны босқа шығын еткенше соған апару керек деп мені дайындап қойған. Түске дейін үй шаруасынан қолым босамайды. Түстен кейін пожалуйста, деді Гаухар. Біз бұл кезде оның үйінің қасына келіп те қалған едік. Ал, сау болыңдар, сендерге үлкен рахмет. Сағат 11 болып қалды. Мен баруым керек деп, Гаухар асығып қоштаса бастады. Гаухар, дедім мен, тағы да. Иә, жүрегім лүпілдеп, сөзімнің қиюы қашып кетті. Сен, мынау Жақанда, Жақан айтады, бір қызбен таныстырсыншы дейді. Жақан шақшаң етіп, қашан айттым? Сен айтпасаң да бұлай төртеу болып жүрген көңілдірек қой. Гаухар Жақанды жаңа көргенде үнсіз қарап тұрып қалды. Содан соң, менің подругам бар, Шолпан деген, таныстырайын деді. Жақан әлі де болса ақталып, мұнау өзі ғой ойдан шығарып айтып тұрған. Мен бұған ештеңе деген жоқпын дейді. Таныспаймын деп және айтпайды. Түні бойы Жақанның түсіне базар кіріп шыққан тәрізді. Таңертең көзін тырнап ашқан бойда, қазір шайымызды іше салып, базарға барайық деді ол. Ақша деген сумен тең, қажетті нәрселерімізді дер кезінде түгел алып қоймасақ болмайды. Жұмсалып кетеді. Кеше, әне көрдің ғой, бір кештің арасында 30 сомның басына су құйдық. Түске дейінгі уақытымыз базарлаумен кетті. Түстен кейін кешегі уәде бойынша Гаухар үйін торуылдап келдік.
дарбазаның түбіне жете бергенімізде кенет балақ тұсымыздан Жәнібек деген жіңішке таныс дауыс естілді. Жалт бұрылып қарасақ, Гаухар. Көбікке малынған қолдарымен, сірә ол кір жуып жатса керек, шілтер перденің бір жақ шетін сыпырып, бізге күлімсірей қарап тұр. Маған келдіңдер ме? Иә. Ой, Жәнібек, мен әлі үлгер алмай жатырмын. Сендер бір жарты сағат гулять ете тұрсаңдар. Мақұл дедім мен. Жарайт деді Жақан. Жарты сағат емес, жарты күн жүре тұруға қынжылатын біз емеспіз. Әлгі айтқан жолдас қызын ерте шықса жарар еді. Онысы осы қорада тұра екен, қайда тұрады екен деп, Жақан тыпыршиды. Оның әлі шолпанды көріп білмей жатып ақ, әлденеге іштей сайланып, жұтынып, әзірлене бастаған кейпі бар. Жақанның мінезі долбиған денесі секілді. Сөзге де, іске де оралымы аз. Жоқалап қасымалдап баратын жерде дүрс еткізіп төбесінен қойып қалады. Мен оның сонысынан сезіктеніп, сен байқа, ептеп сөйлес, бірдеңе деп бүлдіріп ап жүрме деймін. Біреудің ақыл айтқанын Жақан ұнатпайды, ондайда қасағана егесіп кетеді. Қала қыздары қылтың-сылтыңды білмейді, оларға неғұрлым батыл болу керек деп, өзімді үйрете бастайды. Дәл жарты сағаттай уақыт өткенде Гаухар шықты. Үстінде көзді қуандырғандай, әдемі көкшіл гүлі бар шыт сарафан. Қызарып албырай түскен өңінен, ентігіп тыныс алысынан, оның істеп жатқан шаруасын апыл-ғұпыл жедер аяқтап шыққаны білініп тұр. Бозғылданып, әлі жөнді құрғамаған, қол білектерінен жылысумен сабының иісі бұрқырап келеді. Гаухар жалғыз еместі. Қасында Гаухардан көрі бойы аласалау, тырсиған семіз сары қыз. Құдай тағалам, әлгінің дене мүшелерін өңдей түсуде, оншалық маңдайы терлеп, еңбек етпегені көрініп ақ тұр. Дегенмен қыздың бет жүзі тұрпайы емес, тартымды. Кішкентай көкшіл көздерінде ішкі ақыл сезімін танытқандай ойлы жылылық, тіпті сүйкімділік бар. Танысып қойыңдар, менің подругам Шолпан. Ауылда менің Үмітай дейтін балуан денелі тракторшы жеңгем бар. Қолдары кішігірім күректің басындай. Шолпанның қолын алғанда, менің есіме тура сол келді. Әйел затына бітпей тұғын, шойындай ауыр, кезек қол. Ішімнен, Жақанға тауып қосқандай екен деп, жымың еттім. Паркке келдік, аралап жүрміз. Бір кезде көлге келіп қалыппыз. Жұрт шулап шомылып жүр, қайықпен жүзіп жүргендер бар. Кімнің шомылғысы келеді? Кім менімен малтып жарысап деді Гаухар. Ешкім үндемеді. Шолпан, шомылмайсың ба? Шолпан бетін тыржитып басын шайқады. Жәнібек, сенше, малту білемісің? Білем. Білсең шешін, шомыламыз. Жоқ, мен шомылмаймын. Неге? Сулай екен. Бұным сұлтау ғана. Шешінбеуімнің басқа, сойылдай мықты себебі бар. Іш киімім трусы еместі. Кәдімгі ұзын балақ дабы дамбал. Оны мен қалай шомылайын? Қысылғандықтан бұрқ етіп маңдайымнан тер шығып кетті. Ендеше сендер қарап тұрыңдар, мен шомылып шығайын. Гаухар шешіне бастады. Сарафанын сыпырып тастап ет, қабығын жарып шыққан балапан тәрізденіп, бар әсем мүсінімен жарқ ете қалды. Шомыларын ол күні бұрын біліп үйінен әдейі соған бейімдеп шыққан түрі бар. Денесіндегі, ендігі қалған киімдері киім санатына қоспаған дұрыс. Әне, ол үлкен бұрымын төбесіне жүре орап, қыпша бел, дөңгелек мықына, бұлт-бұлт ойнай, суға қарай кетіп барады. Киімшең күйде тұлғасы шағын көрінгенмен, денесі етті жеңді, сандары сом, бурасан, иықты, төсті, аяқтары түп-түзу. Жиекке жете беріп, Гаухар екі қолын төбесінен асыра үшкілдей созды да, суға басымен шаншылар шолп етіп, көрінбей кетті. Содан ол, анадайдан барып бірақ сопаң ете қалды. Әлденені аяғымен тірене серпіліп көтерілгендей, кеудесіне дейін жарқ етіп, басын сілкіп-сілкіп жіберді. Жүзінде, сендер қалай шыдап тұрсыңдар? Мінекей, рахат емес пе дегендей, ағыл-тегіл шаттық бар. Әй бәлем, дүние өртеніп кетсе де ертең таңертең тәлкөшкеге барып, бір труси алып кимесем бе деп, іштей ант байладым. Кеш түсіп, паркте шамдар жанған. Алаңдар мен аллеялардың бойы жапшарық, басқа жерлер қараңғы. Әсіресе,
Бұлайғы ағаш аралары бір түрлі кісі қорқатындай. Үйге әлі де қайта қоймай, екеу боп сейілдеп әңгімелесіп жүрміз. Жақан мен Шолпан таяқ тастам жерде біздің соңымызда келеді. Біз Гаухар екеуміз озыңқырап алда келе жатырмыз. Айтатын сөзде қалмаған тәрізді. Көзімізге не түссе соны әңгіме етеміз. Бір кезде кейін бұрылып қарасам, Жақан мен Шолпан көрінбейді. Ұзын аллеяның бойы жым-жылас, әрменірек басқа біреулер келе жатыр. Бұлар қайда кетті деп, азырақ тосып тұрдық. Атымның сыры өзіме мәлім дегендей, ішіме сезікті ойлар кіре бастады. Сол кезде кенет ағаштардың өкпетіс қараңғы арасынан Шолпан шыға келді. Жүрісі адуын, жалғыз, Жақан көрінбейді. Бессовестный, нахал. Өзі тырсиған семіз адам, одан бетер сыздап, түтігіп кетіпті, дір-дір етеді. Біз қабатымыздан, не болды Шолпан дестік? Шолпан ентігін басалатын емес. Қараңғыға қарай дырылдатып сүйрелеп барат, ойнайды екен десем, жоқ ойнамайды, аузымды басат. Мені кім деп ойлайды екен? Шошқаның бердім сыбағасын, екінші рет білетім болады. Жүр Гаухар, кетеміз. Рас айтасың ба деп, Гаухардың көзі бақшып кетіпті. Хайуан. Маған бәрі де түсініктеді. Қабитай, бүлдірген екен ау. Сендер жүре тұрыңдар, мен қазір қуып жетейін дедім. Гаухар мен Шолпан кете барды. Әлгінде Шолпан шыққан ізбен ағаштың арасына қарай келдім. Қанша айтқанмен жолдас, қарайламай кетуге болмайды. Әрі Шолпанның бердім сыбағасын деуіне қарағанда, Жақаным бір сойқанға ұшырап қалған тәрізді. Жақан? Бет алдында біреу қарайып отыр. Өй, не болды? Қалтаңда қағазың бар ма? Оны қайтесің? Әлгиттің қызы, көрдің бе? Қараңғыда мен түкте көріп тұрғам жоқ, бірақ білдім. Бірдеңе шөпке шып-шып тамшылайды. Жақан мен Шолпанның достығы бір кештің арасында осылай басталып, осылай аяқталды. Біздің сабағымыз басталды. Мен өзімді дүмбілес шала мұғалімін деп қарап, басқаларды өзімнен артық санап, жүрексінетін едім. Сөйтсем, оның бекершілік екен. Менен өткенде шалай түлгендер бар көрінеді. Әлгілердің қалай бала оқытып жүргеніне адам таң қалады. Бұны көріп, оқу жағы уайым болудан қалды да, еңсем көтеріле түсті. Күндер өте берді. Мен енді Гаухарға жалғыз келетін болдым. Жақан тіпті бұл көшеден жүруді қойып алды. Шолпанды да көріп тұрам. Екеуміз жыл амандасамыз. Мен оның адамгершілігі жоғары, ақылды жан екенін жүре бара тіпті анық байқадым. Сөзге де ұста, сондай кісілікті қыз. Әлгі қасқыр жолдасың бар ма? Жоқ, кетіп қалды ма? Өзі көрінуді қойды ғой деп, Жақанды әрқашан күле сұрап қояды. Бар осында, оны неге қасқыр дейсің? Қасқыр емей? Қасқыр қой алып қашат деуші еді. Ол болса ай-шайға қарамастан. Соқтандай бір адамды алып қашып барады. Ой пырмай, ен жерде кезіксе, түте-түтетіңді шығаратын дүрейдің нағозы ғой. Мен Гаухарға көбінесе кешке қарай қасқарая келем. Ол мені аңдып, терезеден қарап тұра ма, болмаса аяқ басқан дыбысынан тани қоя ма, дереу атып шығады. Күттірмейді. Қақпаның күн батыс жақ түбінде, дәл Гаухар үйінің іргесінде үлкен бір бөрте шұбар сандықтар жатыр. Бұдан бұрын оның ұстын кімдер мекен етіп жүргенін мен білмеймін. Ал енді ол тас көз байланғаннан кейін Гаухар екеумізден босамайтын болды. Тілсіз ұғынысқан, тату-тәтті көгершіндер құсап бұйығып, бір-бірімізге жабысамызда отырамыз. Шіркін, Алматы жазының май тоңғысыз қоңыр салқын кеші қандай тамаша. Сейіскен жүректер үшін рахат қой. Өстіп таң атқанша отырсаң, отыра бересің. Тоңбайсың. Ешқандай киім жамылғышының қажеті болмайды. Мап майда қоңыр мақпал түн, жамылғың да, бөгде көзден бүркейтін шымылдығың да, міне сол. Ынтыққан екі ыстық жүрек, емін еркін ұғыссын дегендей, барқыттың тыныштық күйін бұзбай, маужырайтта тұрады. Жұлдыздар өзара шымыңдасып, бірімен бірі көз қысысқандай болады. Жалын атқан еріндер, бір-бірінен бал алып, бал берісіп жатқанда, тесірейе қараудан қаймыққан жартыкеш ай, бір өзім қоңыр бұлттың тасасына кіріп, жасырына қалады. Сағат түнгі 11 болғанша, біз осылай отырамыз.
Ауланың ішіндегі үйлердің бірінен әлдекім есік алдына шыға қалса, бізді көреді де, бөгелмей жалт бұрылып кетеді. Өздерімен өздері рахаттанып отырғанда, шырықтарын бұзбайын дейтін тәрізді. Ал сағат тура 11 болғанда, біздің оң қол жағымыздағы үнемі жабылмай, ашық тұратын терезеден Гаухар мамасының оны ұйықтауға шақырған үн естіледі. Мен үшін де бұл үн әбден таныс болып алды. Гаухардың оған жұлып алғанда етіп, қайтарар бірақ жауабы бар. Қазір барам мама дейді. Бұдан соң еш аялдамайды. Хош, жақсы түс көр дейді де, жүгіре жөнеледі. Гаухар бір күні, Жәнібек, ертең менімен бірге қаланың сыртына бақшаға барасың ба деді. Онда не бітіреміз? Картоп жүгерінің арам шөбін отап, жұмыс істеп қайтамыз. Мақұл. Арам шөп отау түгіл, Гаухар тас қашауға шақырса бас тартармын ба? Ертең демалыс, онсыз да қолым бос. Жақанмен бірге тәлкөшкер аламасам басқа бітіретінім шамалы. Олай болса, мен ертең сағат 8-де келем саған. Дайын болып есік алдына шығып тұр деді Гаухар. Ол бір жатқан үйді білетін. Жарайды. Ертеңіне Гаухар келді. Бір қолында азық-түлік салған сумкасы, екінші қолында жеңіл кетпенше, үстіне жеңіл желпілеу көнетөз көйлек киіп, басына шашы орамал тартып алған. Қазіргі тұрпаты біздің ауылдағы колхозшы әйел қыздарға ұқсайды. Өзі кереметте көңілді. Мен оның жалпы көңілденбей жүрген кезін көрген емеспін. Тапочка киген аяқтарын сілке басып, қунан-қунан етеді. Кеттік пе? Кеттік. Көк базарға келіп, помидор, алма, жүгері ұнынан пісірілген күлше, тоқаш секілді және біраз азық-түлік сатып алдық. Ақшаны әрине мен төледім. Одан соң сол арадан автобусқа отырдық. Ол кезде қазіргідей үлкен автобустар жоқ, жалғыз есікті кішкене автобус, іші тар. Біз құсап, кілең кетпен күрек арқалаған жұрт, сығылысып, мығылысып қаланың шетіне келіп түстік. Одан соң көп жер жаяу жүрдік. Күн ыссы, жол шаң. Жол шетіндегі қурай шилерге тиіп кетсең, бұрқ ете қалады. Жолмен жүрейін десең, шан толарсықтан келіп және бұрқылдайды. Алдартымызда кетпен күрек арқалаған басқа жұрт, әйелдер, қарттар, балалар, майданнан келген мүгедектер. Олар қаруларын кетпен күрекке айырбастап, тіршілік жамбағы шабуылына шыққан. Бақшаға да келіп жеттік. Мені аяғандай түрмен, бір талай жер, шаршадың ғой деймін дейді Гаухар. Жоқ, міне біздікі мынау. Алдымызда бір тақта картоп, бір тақта жүгері егісі. Бір келкі әдемі өсіп жетіліп келеді екен. Жүгерінің бітімі қолдың саласындай, таптаза. Бүйірлері бұлтиып, собық сала бастаған. Картоптың көк бұйра сабақтары жамырап гүл жаруға кіріскен. Енді аз күнде жеуге жарайды деп, Гаухар қуанып қояды. Маған ол бақшаның егжей-тегжейін айта бастады. Былтыр осы арадан жер бөліп беріп жатқанда, кім оған барып, күтім деп қарап жүреді деп, мамамның алғысы келмеп еді. Мен болмай алғыздым. Әйтпесе білесің ғой, жан бағу қазір оңай емес. Бәрін базардан сатып алу керек. Қымбат, ал мамамның болса жалақысы азғантай. Қазуын әйтеуір көктемде 1-2 күн келіп, мамам қазысып береді. Содан кейінгі жұмысының бәрін өзім атқарам. Дәл осы жерден Гаухар былтыр 10 мешок картоп, 4 мешок жүгері алғанын айтады. Картоптың 2 мешогын өзімізге қалдырдық та, басқасын саттық. Бәрі бір сақтайтын жеріміз жоқ, бұзылып кетеді. Жүгерінің 2 мешогын саттық. Одан түскен ақшаға біраз киім-кешек, сексеуіл алдық дейді. Қаршадай нәзік жанның бір жағынан училищеде оқып, екіншіден мұнша шаруаны бір өзі тындырып жүруі маған ерен ерлік тәрізденіп көрінді. Ортамыздағы жалғыз кетпеншемен кезектесіп күні бойы еңбек еттік. Гаухар тіпті шаршау дегенді білмейді. Кетпеншенің кезегі маған тигенде, отырып демалудың орнына әр жерде қылтиып бой көрсете бастаған арам шөптерді шөпшеңдеп қолмен теріп жөнеледі. Гаухардың аузына да тыным жоқ. Жұмыс істей жүріп, баяулата сызылтып, ылғи ән айтады. Ол әндердің көпшілігі мен біле қоймайтұғын, менің құлағыма тосаңдау естілетін дүниелер. Тегі опера, оператталардан үзінділер, ескілікті романс тәрізлес болса керек. Әлгіде тосып бола тұрып, құлаққа соншалықты жағымды, тыңдаған үстіне елігіп тыңдай бергін келеді.
Бұрын дәмін татпаған тәттіні татқандай болдым. Ара тұра тынығып отыра қалсақ, Гаухар көзіне не түссе, сол жайында тапақтап өлең айтады. Өз өлеңі емес әрине, атақты ақындардың өлеңдері немесе солардың поэмаларынан үзінділер. Гүлді көрсе гүл жайын, аспандағы қалықтаған ақша бұлтты көрсе бұлт жайын, алма жеп отырса алма жайын өлең ете жөнеледі. Бұл кімнің өлеңі, білесің бе деп менен сұрап қояды. Көпшілігін біле қоймаймын да, иығымды қомдаймын. Бұным әрине ұяттау. Байрондікі, Пушкиндікі деп Гаухар өзі айтып береді. Жәнібек, сен музыканы сүйесің бе? Сүйем. Бір тал қызғалдақты ширатып ұстай отырып, Гаухар қайғылы бір әнді өте бір сезімталдықпен тамылжытып айтып шықты. Бұл қайдан? Тапшы. Таныс ән тәрізді, бірақ есіме түсіре алмаймын. Жуырда ғана тыңдамадық па? Чө-чө саннан Баттерфляйдың ариясы ғой? Курс аяқталайын деді. Менің ауылға қайтар кезім таяп қалды. Ауылыңа барған соң мені ұмытасың ғой дейді Гаухар. Жоқ, ұмытпаймын. Хат жазып тұрамысың? Жазып тұрам. Бір күні кешке жақын Гаухармен паркке киноға бардым. Кинодан шығып келе жатып, әлі, Жәнібек, сен өлең жазғанды білесің бе деді. Қандай өлең? Менің альбомыма бір-екі ауыз өлең жазып қалдырарсың. Қазақта қызға өлең шығармайтын жігіт кемде кем. Ондай әуестіктен мен де құралақан емес едім. Жазуға болады дедім. Онда қазір біздің үйге барайық. Сен жаз, жарай ма? Мен Гаухар үйіне басығып көрген емеспін. Оның шешесіне көрінуден бір түрлі жүрексініп тұрам. Бұным ауылда өскендігімнен болар. Ауыл балалары мен ауыл қыздары ата-апасының көзінше бірімен бірі сұхбаттасып жүрмейді. Ұят көреді. Мамам бүгін үйде жоқ, колхозға туыстарымызға кеткен, ертең келеді деді Гаухар. Жақын маңдағы колхоздардың бірінде туыстары бар екенін, олармен араласып, ауыз түйіс жасап тұратындарын Гаухар бұрында айтқан еді. Шешесінің үйде жоқтығына мен қуанып кеткенде болдым. Гаухар үйін көрмекке ынтығудан ба, жоқ әлде ол екеуміз үйде оңаша болатындықтан ба, осының екеуде болуы ықтимал. Міне, біз Гаухар үйіне келіп те қалдық. Жүрегім бір түрлі қабына соғады. Ұрлыққа келе жатқан адам тәріздімін. Жұрт көзіне шалынудан сескенем. Ауланың іші оңаша, ешкімнің қарасы көрінбейді. Сірә, ел жатар кез болып қалса керек. Сонда да дыбысымды шығармауға тырысам, аяғымды ұшынан басам. Жерден қазып істелген басқышпен 4-5 аттап төмен түстік. Сыртқы есік құлыпталмай, ашық тұр екен. Гаухар алдымен кірді де, шырт еткізіп шам жақты. Бұл далан үй екен. Едені жер, сыз иісі бар. Үстіне күленка жабылған ас столы, ыдыс-аяқ, керосинка секілді нәрселер байқалады. Төр үйді Гаухар кілтпен ашып, шам жақты. Бұл бөлме кепкен екен. Төбесінің аласалығы болмаса, көңілді, таза. Еденіне алаша төселген. 2 төсек, ортада стол, диван, этажерка тұр. Ұқыпты, ұнасымды етіп жиналған. Міне, біздің үйіміз осы, кеде тұрамыз дейді Гаухар. Мен үшін Алматыдағы ең бай, ең бақытты, ең әсем осы үй. Мұндағы асыл байлық өзгелердің біреуінде де жоқ. Ол Гаухар, менің Гаухарым. Келші деп, шөп еткізіп сүйіп алсам, Гаухар саусағын шошайтады. Ақырын, үстіміздегі үйге бәрестіледі. Немене, төбенің тесігі бармет дегендей, шалқайып жоғарға қараймын. Тесік көрінбеген соң, Гаухарды қайтадан құшағыма алам. Тоқташы, жетеденді. Сен бүйтетін болсаң өкпелеймін. Мен бүйтпеуге бәдемді берем. Гаухар екеуміз столда альбом қарап отырмыз. Жасыл плюшпен тысталған қалың альбомның бірінші бетінде Гаухардың ата-анасының суреттері. 2 суреттің де төңірегін әсем бояумен гүлдеп көмкеріп қоюының өзі-ақ Гаухардың оларға деген сүйіспеншілігін білдіріп тұрғандай. Әрмен қарайғы суреттердің көпшілігі жастар. Гаухардың өзінің және бірге оқитын жолдас қыздарының суреттері. Суреттердің ара-арасына 1 шумақ, 2 шумақ өлеңдер жазылған. Ол өлеңдерге жазушылар ескерткіш ретінде қолдарын қойған. Парақ-парақтың арасына салып, кептірген жапырақтар. Осы тәрізді альбомды
бой жете бастаған қыздардың талайынан көруге болады. Әр беті махаббат, шаттық жырына, арман мен қиялға, аңсау мен көксеуге толы болып келеді. Жүрегімнің ең терең түкпірінен алып, бір асыл маржанымды менде қалауым керек. Гаухар соны өтінеді. Маржан болғанда барынша әсерлі де, әдемі болсын дейді. Мұрнымды уқалап қойып, не жазарымды ойланып отырмын. Мен саған бөгет жасамайын деп, Гаухар диванның үстіне барып, кітап оқыған болып отыр. Бірақ екі көзі менде. Кітаптың тасасынан әлсін баспағып қарап қояды. Менің не жазғанымды оқып білгенше, шыдамы таусылып, әрең отырғаны байқалады. Жарығы түскірде жаныма әбден тиіп барады. Жыртыңдап әлсін өшіп қала береді. Қайта жанады. Сірә электр қуатының аздығынан болар. Ол кезде мұндай жағдай жиі ұшырайтын. Бір кезде жарық сөнді де, қайтып жанбады. Кешіге берді. Мен әлі ештеңе жазып үлгерген жоқпын. Орнымнан тұрып, диванның үстінде отырған Гаухардың қасына келдім. Отырдым. Әлгінде бүйтпеймін деген уәдемді ұмыта бастадым. Уәде түгіл, адам өзін өзі ұмытатын кездер болады. Адам құйында ұйтқыған сезімге, сезім от жалынға айналады. Тежеу бермей лықсып, жолындағы бөкет атаулыны жайпап жоқ етеді. Адам сезімнің құлы, оның бұйырғанын тек орындаушы ғана. Ақыл сана жұмыс істемейді. Жәнібек, не болған саған? Жаным, алтыным. Жәнібек, сәулем. Жәнібек, күнім. Ой! Бетіме жеңіл ғана, шарт етіп тиген шапалақтан шошып ояндым. Таң атып кеткен. Үйдің іші жап-жарық. Мен диванда жатырмын. Гаухар шашы ұйпа-типа болып қасымда тұр. Көйлекшең, жалаң аяқ. Шапалақ Гаухардікі. Дәл мұндай сүйкімді, дәл мұндай жұмсақ шапалақты өмірі көрген емеспін. Ұятсыз, ұйықтап жатыр. Таң атып кеткенін көргенде менде ес қалмады. Түрегеп, тез киініп жатырмын. Гаухардың жүзіне қарай алмаймын. Бірақ бақытты едім. Мінекей, таңертеңгі елсіз бос көшеде үйге қайтып келе жатырмын. Құс боп самғап жөнелгім, ән боп көкке шырқалғым келеді. Адам өмірінде осындай ғажап сәттер, шіркін-ай, неге аз болады екен? Жақан ғой, әлі тұра қойған жоқ. Тіпті ол оянбағанда болар. Ақырын білдірмей кеп, шешініп, қасына жата кетпекшімін. Сосын, менің қашан, қалай келіп жатқанымды ол қайдан біледі? Қақпадан дыбысымды білдірмей, еппен кірдім. Аяғымның ұшын басып, террасаға мойын созып қараймын. Екеумізге арнап салынған жер төсекте Жақан төң киіп, шалқасынан жалғыз өзі жатыр. Аяқ жағы мен кеуде тұсын жалаңаштап көрпені тек қарның үстіне жинап алған. Оның ыстықтағанда өстейтін әдеті, кір-кір үлкен шодыр аяқтары төсеніштен асып, тақта еденге түсіп кеткен. Мен қателесіппін. Жақанды ұйықтап жатқан болар деуім бекер екен. Томпиған қызғылт көздері бақырайып, ояу жатыр. Мені көргенде елең етті де, екі ұрты жыбырлай, қулана күлімсіреді. Қалай, жолың болды ма? Мен қысылып сасып қалдым. Не айтарымды білмедім. Жақанның сұрағын тұрпайы көріп, ашуланған болайын десем, ондай жасандылыққа бара алмадым. Жақан бәр менің көзімнен оқып, біліп тұрған секілді. Жалтаруыма жол қалмағандай, қысылудан көрі, мақтануымды көбірек байқатып, ыржалақтап күле беріппін. Бүгін ауылға қайтпақшымыз. Таңертең ерте тұрып, алдын ала буып түйіп, дайын етіп қойған жүгімізді арқалап, трамваймен қала шетіне, Тәшкен мен Жетісу көшелерінің тоғысқан жеріне келдік. Машинаны осы арадан тоспақшымыз.